Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге көріп тұрғандарыңыздай картошка фридің рецептін ұсынамын. Егер араларыңызда ұнататын жандар болса, немесе балаларына бір жасап беріп қуантқысы келетіндер болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін бізге әрине ең алдымен картоп қажет болады. Мүмкіндігінше картоптардың көлемін бірдей етіп алған дұрыс. Өйткені картошка жаңағы фри етіп қуырған кезде көлемдері бірдей әдемі болып көріну үшін осыны бірдей етіп алғандарыңыз жақсы. Оның қалыңдығын тым қалың қылмауға кеңес беремін. Мүмкіндігінше осыны кішкене жұқарақ қылып жасағандарыңыз жақсы болады. Мінекей осындай етіп. Енді картоптарымызды осындай домалақ етіп, содан кейін ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Дайын болған картоптарымызды қайтадан тақтайдың үстіне қойып, үстінен қағаз сүлгімен немесе майлықпенен басып, оның артық суынан, крахмалдарынан тазалап сүртіп аламыз, яғни кептіреміз. Себебі сулы картоп, крахмалы көп картоп майға түскеннен кейін ол майды шаршатады және де картоптың тым жұмсақ болып кетуіне әсер етеді. Енді картоптарымыздың сырт әдемі осындай қытырлақ болып тұруы үшін осылай кішкене ұн себемізде араластырып аламыз. Енді қызып тұрған майымызға нан шәулені салып, осы нан шәуленің үстіне картошка фриді аз-аздан салып қуырып аламыз. Шамамен 10-15 минуттай кетті. Осылай қызара бастаған кезде біз майдан аламыз. Майы кішкене сорғу үшін осылай қағаздың үстіне жайып тастаңыздар. Байқасаңыздар, біз бағана тұз сепкен жоқпыз, себебі ол картоптың суландырып жібереді. Сол үшін де пісіп дайын болған кезде тұзымызды сеуіп, кішкене араластырып қоямыз. Мінекей картошка фриіміз дайын болды. Мен оны осындай сырный соуспен және де кетчуппен бірге ұсынамын. Менің бағанағы жасаған картошка фриімнен қалғаны осы ғана. Барлығы қалай дайын болады, солай балаларым тез жеп қойды. Сондықтан да сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мінекей мен қолданған сырный соус осындай. Алып міндетті түрде осымен бірге ұсынып көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазыңыздар.